Сәлем баршаңызға достар, арнаға қош келдіңіздер. Толық ақпарат алады деген ойдамын. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып пікір қалдырыңыздар. Салауатты салмақ пен салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Артық салмақ немесе семіздік өкше мен аяқ аймағына қосымша стресс әкелуі мүмкін. Мықты, тірек аяқ киім киіңіз және биік өкшелі аяқ киім киюден аулақ болыңыз. Әр 400-500 миль сайын жүгіру немесе спорттық аяқ киімді ауыстырыңыз. Әдетте жүгіретін болсаңыз, велосипед тебу және жүзу сияқты әсері аз жаттығуларды орындап көріңіз. Үйде созылу жаттығуларын орындаңыз, әсіресе жаттығудан кейін. Қашан көмек сұрау керек? Егер сізде келесі белгілер болса, дәрігерге немесе педиатрға жазылыңыз. Өкшедегі таңертеңгі ауырсыну, ол бірнеше аптадан кейін кетпейді, тіпті мұз және демалу сияқты үйдегі дәрі-дәрмектерді қолданып көргеннен кейін де. Күні бойы жалғасатын және сіздің күнделікті жұмысыңызға кедергі жасайтын өкшедегі ауырсыну. Төмендегілердің кез келгенін байқасаңыз, шұғыл көмекке жүгініңіз. Қатты ауырсыну және өкшенің жанында ісіну. Жарақаттан кейін басталатын қатты өкше ауруы. Безгегімен, ісінумен, үюмен немесе шаншумен бірге жүретін өкшедегі ауырсыну. Қалыпты жүре алмау. Таңертеңгі өкшедегі ауырсыну плантарлы фасцииттің жалпы белгісі болып табылады, бірақ бұл ауруды тудыруы мүмкін басқа жағдайларда бар. Мұзды және созуды қоса, үйдегі дәрі-дәрмектер таңертеңгі өкше ауырсынуына көмектеседі. Егер сізде ауыр жарақат бар деп ойласаңыз, немесе үйдегі дәрі-дәрмектермен бірнеше аптадан кейін ауырсыну басылмаса, дәрігермен кеңесіңіз. Алғашқы көмек. Өкшеде ауырсыну пайда болған кезде, ең бастысы шпорды сындыру мақсатында оқтаумен ұру, немесе қиыршық тастармен жүру сияқты халықтық рецепттерді қолданбау. Ешқандай пайдасы болмайды және өте зиян әкелуі мүмкін. Дәрігерге барар алдында сіз ауырсынуды басатын дәрі қабылдауға, массаж жасауға, өкшеге арнайы ұлтарақ сатып алуға болады. Емі. Өкшеге жүктемені азайту үшін арнайы ортопедиялық аяқ киімді, ұлтарақ пен өкше қапты үнемі кию. Арнайы жақпа, ысқылау, балшық аппликациясы, пластырлер, жылы және минералды ванналар. Стероидті емес қабынуға қарсы препараттарды қолдану. Массаж. Ультрадыбыстық және рентгендік терапия. Суықпен емдеу. Соққы толқынды терапия. Ауыр жағдайларда консервативті емдеу тиімсіз болған кезде остеофиттерді хирургиялық алып тастауға жүгінеді. Алдын алу. Плантарлы фасцииттің алдын алу үшін қозғалмалы өмір салтын, дұрыс тамақтануды, минералды тепе-теңдікті сақтауды, биік өкшесіз ыңғайлы аяқ киім киюді, негізгі ауруды емдеуді, подагра, артрит, кеңес беріледі. Асқынулар. Остеофиттің сынуы. Невроманың пайда болуы. Операциядан кейінгі асқынулар. Себептері. Әдетте, фасцииттің себебі орта жастағы және егде жастағы метаболикалық бұзылулар, артық салмақ, артрит, жалпақ табандылық, жарақаттар, подагра және әсерін береді. Мұндай мәселенің себептерін түсіну қиын болуы мүмкін, өйткені өкше аймағындағы ауырсыну бірқатар аурулар мен жарақаттармен бірге жүреді. Дегенмен көбінесе симптом патологиялық емес факторлармен түсіндіріледі. Аяқтардағы жоғары жүктеме немесе ыңғайсыз аяқ киім кию. Ұқсас жағдайда әдемі биік өкшелі аяқ киім алып жүретін әділ жыныс әсіресе жиі кездеседі. Бірақ аяқтың шаршау белгілерінің астында ауыр ауруларды жасыруға болады, оларды уақытында байқап, емдеуді бастау керек. Сондықтан неліктен өкшелер таңертең немесе үнемі серуендеу кезінде немесе демалу кезінде төменнен, артында немесе бүйірлерінде ауруы мүмкін екенін бірге анықтайық. Бір сөзбен айтқанда, мәселенің барлық ықтимал себептерін талқылап, емдеуді қарастырамыз. Үйдегі опциялар. Адамның өкшесі құрылысының ерекшеліктері. Табанның қаңқасы 26 сүйектен тұрады. Бұл оның қарапайым өлшемдерін ескере отырып, шынымен таң қалдырады. Кальканиус бұл дизайндағы ең үлкені болып табылады. Оның губка тәрізді құрылымы және ұзартылған, бүйір жағынан тегістелген денесі бар. Алдында ол текше сүйекпен, жоғарыда тал сүйекпен, ал артында адам ағзасындағы ең күшті ахиллес сіңірі бекінетін шығыңқы, төбе таяқшасы бар.
Өкшенің төменгі аймағында қалыңдығы 1,5 см болатын жасушалық майлы қабат бар. Ол қабынуы мүмкін тамырлар мен нервтердің тұтас желісін қамтиды, және бұл өкшенің ауырып, басуға ауыр тиетін жалпы себептерінің бірі. Адамның аяғы бұл бізге ыңғайлы қозғалуға мүмкіндік беретін, жоғары тұрақтылықты, маневрлік пен жылдамдықты қамтамасыз ететін бірегей табиғи механизм, және мұның бәрі дененің қалған бөлігімен салыстырғанда шағын өлшемдерге қарамастан. Аяқтың ең маңызды бөліктерінің бірі жүру және жүгіру процесінде жастықтау қызметін атқаратын өкше. Бұл калканиустың ерекше құрылымының және терасындағы майдың қалың қабатының арқасында мүмкін болады, ол біз ақырын сүйенетін жастықты құрайды. Көбінесе бұл жағымсыз сезімдермен бірге жүреді, содан кейін сұрақтар туындайды. Егер өкше ауырса, не істеу керек? Басуға ауырады, және қалыпты жүру мүмкін емес пе? Міне қажетті деген ақпарат берілді. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.